Сәлем достар, Компtia сертификатының келесі сабағына қош келдіңіздер, және біз бұл сабақта сақтау құрылғыларын жұмысқа қосу мәселесін қарастырамыз. Яғни бұл жерде мен не айтқым келіп отыр? Сіздер мысалы осы қатқыл дискіні сақтау құрылғысын сатып алдыңыздар дейік бір түрін, және оны жүйелік тақшаға керемет қылып орнатып қойдыңыздар, компьютеріңізді толықтай жинап, енді оны іске қосқыңыз келеді, операциялық жүйе орнатқыңыз келеді. Сол кезде не істейміз? Әрине, жаңа компьютерге операциялық жүйе орнату барысында ол жерде осындай кейбір сұрақтар дефолт деп айтып жатамыз, яғни үнсіз бірден таңдалып кетуі мүмкін. Алайда қатқыл дискіні, яғни сақтау құрылғыларын логикалық бөлімдерге бөлудің бірнеше түрі бар. Яғни қараңыздар, сіздер қатқыл дискіге операциялық жүйені орнату үшін ол жерге файлдарды және папкалар, яғни өзіңіздің құжаттарыңызды сақтау үшін міндетті түрде оны логикалық бөлімге бөлесіз, немесе логикалық бір бөлімнің түрін таңдайсыз. Енді бүгінгі таңда әрине көбіміз осы Windows операциялық жүйесін қолданып жатамыз, және Windows операциялық жүйесінің қолдайтын үш логикалық дискіні бөлу түрі бар. Соның біріншісі Master Boot Record немесе MBR деп аталынады, екіншісі Dynamic Disks, үшіншісі GPT немесе GUID Partition Table. Және бұл ағылшынша атаулар кішкене түсініксіз болып тұрса қорықпаңыздар, мен сіздерге қазір барлығын түсіндіремін. Қараңыздар, Master Boot Record деген бұл операциялық жүйені, яғни кешіріңіздер, дискіні логикалық белгілеудің түрі кішкене ескі болып саналады, және бүгінгі таңда кең қолданылмайды. Dynamic Disk деп отырғанымыз ол Windows компаниясының жеке proprietary деп айтып жатамыз, яғни Windows компаниясы ғана өзінің операциялық жүйелерінде қолданылады. Ал GUID Partition Table бұл жаңа дискіні логикалық бөлудің түрі болып саналады. Яғни қараңыздар, менің компьютерімде ноутбукта Windows 10 операциялық жүйесі орнатылған, және мен Windows X кнопкасын басатын болсам, осы бірнеше утилитаға мүмкіндік аламын. Соның ішінде диск менеджментті басайын, және менің компьютерімде екі физикалық диск орнатылған, яғни диск 0 бұл 1 терабайт көлемінде, ал диск 1 бұл 240 гигабайт көлемінде. Және осы дискінің кез келгенінің үстінен оң жағын бассам тінтуірдің, және де мен property, яғни ерекшеліктерін көрейік, яғни property'ді басайын. Соның ішінде мысалы volumes, яғни Windows компаниясы осы дисктің логикалық бөлімдерін volume деп атап жатады. Енді мен соның үстінен басайын, және partition style дейді, яғни осы қатқыл дискіні логикалық бөлу нұсқасы GPT екенін көріп отырсыздар. Енді мен екінші дискіні көрейін, яғни properties, volumes, және тағы көріп отқандарыңыздай GPT partition table. Бүгінгі таңда жаңа айтып кеткендей, осы Windows операциялық жүйесі осы үш логикалық нұсқаны қолдайды. Соның ішінде соңғы операциялық жүйелерде, жалпы компьютерлерде осы GPT қатқыл дискіні логикалық бөлу нұсқасы қолданылып жатады. Енді бірден айта кететін нәрсе, сіздің бір компьютеріңізде мысалы 3 физикалық диск болса, немесе бір физикалық дискіні осындай 3 түрлі логикалық бөлімге бөлсеңіздер болады. Яғни ол жерде шектеу жоқ, тек оның арасында жұмыс жасауды білсеңіз болды. Мен тағы да осы диск менеджментке келейін, және бір нәрсе айта кетейін. Қараңыздар, мысалы дискінің оң жағын басып Convert to Dynamic Disk дейді, яғни Microsoft компаниясы осыны динамикалық дискке айналдырғыңыз келе ме дейді. Әрине, оның маған қазір қажеті жоқ. Және бір нәрсе айта кететінім, осы жерде мысалы GPT түрін таңдауға мысалы операциялық жүйені орнату барысында автоматты түрде қойғанын айтқым келеді. Енді Master Boot Record деп аталынатын логикалық бөлімге бөлу, бұл жаңа айтып кеткендей кішкене ескі болып саналады, және оның ең басты кемшіліктерінің бірі, мысалы 2 терабайт қатқыл дискі көлемінде ғана жұмыс жасайтыны. Соңғы модель, яғни GPT моделі осы шектеуліктен бізді айырды, және бүгінгі таңдағы 4, 6 немесе 16 терабайттық қатқыл дискілермен жұмыс жасауға мүмкіндік беріп отыр. Енді сіздер MBR, яғни Master Boot Record осы секторларына бөлінген дискілерді ескі компьютерлік жүйелерде кездестіріп жатуларыңыз мүмкін. Енді MBR-ді осы жерден тоқтатайық, Dynamic Disk'ке келейік, және Dynamic Disk жаңа Microsoft компаниясының жеке программасы болып есептелінеді дедік, және ол жерде логикалық аймақтарды volume деп атап жатады. Енді GPT, оны да Wikipedia парақшасынан келіп, осы жаңа нұсқасымен кішкене танысып кетейік. Және білесіздер ме, бұл жердегі беріліп отырған мағлұматтар шынын айтқанда өте детальды және бүге шүгесіне дейін қарастырған екен. Ол бізді шынын айтсам қатты қызықтырмайды деп ойлаймын.
Жалпы сіздерге айтқым келетіні, бір нәрсені біліңіздер, осы қатқыл дискіні логикалық бір жүйеде белгілеуіңіз керек, және бүгінгі таңда көп жағдайда осы GPT форматында болып жатады. Жарайды, қатқыл дискіні логикалық бөлімге бөлдік, бердік деп ойлайық. Одан кейін бізде қатқыл дискіні әрине форматтау керек. Қатқыл дискіні форматтау не үшін қажет? Әрине ол жерге файл жүйесін, яғни файл систем, осы файл жүйесін орнату үшін. Яғни біздің операциялық жүйе осы қатқыл дискіге ақпаратты қалай сақтайды, ол жерден ақпаратты қалай шығарады, ол жерге папканы қалай жасайды, папканы қалай сақтайды, қалай өзгертеді, осының бәрін жасау үшін файловая система, файл жүйесі қажет. Және Windows операциялық жүйесінде FAT32, NTFS және XFAT деп аталынатын файлды форматтау, яғни қатқыл дискіні форматтау нұсқалары қолданылады. Сондай-ақ Mac OS операциялық жүйесінде APFS немесе HFS плюс форматтары қолданылуы мүмкін. Linux-та ext4 деп аталынатын форматтау өте кең болып саналады. Яғни осы форматтау ең жиі қолданылады. Одан басқа көріп отырғандарыңыздай XFS немесе ZFS форматтау түрлері бар. Сондай-ақ қатқыл дискіні форматтау барысында ол жерде root directory деп аталынатын түпкі бір директорий, яғни папка жасақталынады, және де ол басқа папкалерді өзінде сақтайды. Енді бірден көп әңгімені созбай, менің операциялық жүйеме келейік, және осы жерден қарастырайық. Мысалы, менде екі логикалық дискі бар, яғни C дискісі және D дискісі. Бұл логикалық дискілер физикалық тұрғыдан да екіге бөлініп тұр деп айта аламын. Және мысалы D дискісінің ерекшеліктерін көретін болсақ, көріп отырғандарыңыздай бұл жердегі файл систем, яғни файлдарды сақтау жүйесі NTFS. Және бірден айта кетейін, NTFS файлды сақтау жүйесі бүгінгі таңдағы стандарт болып саналады. Көптеген жүйелерде осы NTFS нұсқасын қолдансаңыздар, сіздер мүлдем шатаспайсыздар. Енді FAT32 нұсқасы форматтау жүйесі ол кішкене ертеректе қолданылды, және оның өзінің кемшіліктері және шектеуліктері болды. Және бүгінгі таңда NTFS стандарты осы FAT32-дегі барлық кемшіліктерді жойып, бүкіл яғни артықшылықтармен бірге келді. Енді XFAT деп отырғанымыз, бұл осы операциялық жүйеге мысалы сырттан басқа сақтау құрылғыларын қоссақ, соның ішінде барлығымызға таныс USB флешканы қосатын болсақ, осы XFAT форматында форматтауға болады. Қазір достар былай жасайық, мен осы жерге бір USB флешканы қосайын, және папканы ашып қарастырып көрейік. Яғни менде міне қарап отырсаңыздар USB флешкасы қосылды. Енді мен компьютердің оң жағын басып форматтауды басамын, және бізге қандай нұсқаулар береді екен. Яғни FAT32 бұл кішкене ескілеу нұсқасы болып саналады. Одан басқа мысалы NTFS, бұл енді көрдіңіздер ме, менің қосқан USB флешкам 16 гигабайт көлемінде, және бізге осы екі нұсқаны ұсынып отыр. Алайда XFAT нұсқасында мен толықтай таңдауға мүмкіндігім бар, және ол жердегі әрбір ұяшықты 32 килобайтқа дейін бөледі. Енді одан басқа да нұсқауларды таңдай аламын. Мен алайда ешқайсысын өзгертпей-ақ, мысалы FAT32-ні таңдайтын болсам, қараңыздар, мысалы ол жердегі әрбір ұяшықты 8000 байтқа бөліп отыр. Ал енді NTFS-ке де қызығы үшін қойып көрейік. Ол жерде бізде қарап отырсаңыздар 4096 байтқа бөлді. Енді бұл жерде мен сіздерге не айтқым келіп отыр? Мысалы сіздер операциялық жүйе орнатылатын немесе үлкен сыйымдылықта келетін қатқыл дискі болса, онда NTFS-ті ойланбай таңдай берсеңіздер болады. Ал егер сіздерде кішкентай USB флешка немесе басқа да кіші көлемдегі сыйымдылықтағы қатқыл дискілер болса, осы FAT32 файл жүйесін немесе XFAT файл жүйесін қолдансаңыздар болады. Олай болса, бұл түсінікті болды деген ойдамын. Енді Mac OS сондай-ақ Linux операциялық жүйесін біз қарастырмай қояйық, себебі оны шынын айту керек, қолданатын қолданушылар өздері біледі деген ойдамын. Олай болса, келесі сабақта жүздескенше мен сіздермен әзірге қоштасамын.